Құдайым бес қарындас берген маған. Базарда тач кетеріп бес қарындасын бағып жүрген жігіт жайында. Авторы және оққан Тайлақ Шерхан Тілеп Алдыұлы. Мен үйдің үлкенімін, ағасымын. Бес кішкентай теңіздің жағасымын. Құдайым бес қарындас берген маған, үлгететін өлшенбес бағасымын. Інім жоқ, бес қызды қарап келем. Кейде ұрсам, ағалыққа жарап келем. Ұзын шаштар қырықтырмай белден асты, күнде өріп қадағалап тарап келем. Әке шешем қартайып қалғанындай, сеніммен үміт жолын салғанындай, қарындастар бойжетіп қалған кезде өткендерім қайталанбас жалғанындай. Тач кетеріп жүрмін әттең оқымадым, шаршадым ғой, бірақ үйге айтпаймын. Көзін сүзіп жүрген жігіт қаншама, ұзатқанша күдігімнен қайтпаймын. Көтеріліп кетсе сабыр таспасын деп, сіркебейт бастарым баспасын деп, құлақтан теуіп лапша әлгендердің теріс ниет арамдық аспасын деп. Таңғы бесте тұрып алып мазасыз, уайым шексіз, қобалжисыз, азасыз, қарындасты оқытамын деген ой, тачка сүйреп ұйған қолды жазасыз. Оқымадым, өкінбедім, отырмадым, қамқорлықты кішілерге дұрыс көрдім, әйел алдым, әке тандым бөлек шықпай, қарындастан кетуімді бұрыс көрдім. Қиым нақыл ұл қызға қаратылған, қыз баласы қонақ болып жаратылған, екі елді жалғап қосып құдаласып, мың жылдық байланысы таратылған.